құрметті қызылордалықтар, 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған азалы тарихқа айрықша тағзым атты онлайн шараңызды бастаймыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 жылы 31 мамырдағы қаулысымен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланды. Жалын оты сөнбеді қай ошақтың, санасынан даланың сая таптым. Құрбандары боп кетті қайран ұлдар, содыр мінез, солақай саясаттың. 1936-1938 жылдары Иосиф Сталиннің тапсырмасымен Кеңестік социалистік республикалар одағының жоғарғы әскери коллегия төрағасы Кеңес одағының барлық республикаларына, өлкелеріне әскери коллегия мүшелерін жіберіп, жергілікті жердегі ұлтшылдардың тергеу істерін қаратып отырған. Олардың бар айыбы кейбір саяси және қоғамдық мәселелер бойынша ой-пікірі ресми көзқарастан өзгеше болған адамдар халық жауы болып аяусыз жазаланатын. Сол кездегі деректер бойынша әскери коллегиямен 30.514 адам ату жазасына кесілген, 5.643 адам қамауға алынған. Жазаланғандардың басым көпшілігі партия және мемлекет қайраткерлері болған. Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Сүлеймен Есқараев, Әбу Құдабаев, Темірбек Қараұлы, бұл тізімді жалғастыра беруге болады. Қайран елім, қарапайым қазағым, тарттың кеше саясаттың азабын, күттің, жеттің бәйтеректі бүгінге, алты әлемде айқындалды ажарың. Тегі мен тірегі, ұлттың рухани жүрегі, елдің елдігін ойласа, ұлтының теңдігін ойласа, сол жолда ұл ұландары өздерін құрбандыққа байласа, содыр саясаттың да қанға боялған қылышы жер хабары қақ. Қызылорда топырағында солақай саясаттың құрбандарына арналған осы аза тұту мемориалы жазықсыз жапа шеккендердің ерлігіне бағытталған, рухына қойылған тағзым ескерткіш. Қолдарымнан қайда кеткен құрығы, қыздарымнан қайда кеткен бұрымы, туған жерді тоздырды ау заман-ай, 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 лайландау туған жердің қайран елім, қайран жерім, қор болған-ай, жомарттығың зор болған-ай, туған жерді тоздырды ау заман-ай. Қираттықта табабама зарын, қасиеттің тартық бүгін азабын, туған жерді тоздырды ау заман-ай, 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 көрпен қайда көсілетін қазағым. Қайран
жомарттығың сор болған ай қасіреттен көз ашпаған далам-ай қасіреттен көз ашпаған далам